Сәлем достар, баршаңызға арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай хит болып жатқан ходжелі мантымызды бірге дайындайтын боламыз. Қамыры деген өте жұп-жұқа болып жайылады, дәмі деген өте керемет болып шықты. Менімен бірге болыңыздар, видеомды толықтай қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқамызды жарып салып, үстіне салқын суымызға бір шай қасық тұзымыз салып, жақсылап араластырып, жұмыртқамызды қозғап аламыз және ұнымызды електен өткізіп, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Қамырларымыз орташа қамыр болып шығады. Осылай болып шығады. Пакетке салып, бір жерге қалдырып қоямыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін менде тартылған ет және пияз. Пиязымызды майдалап турап аламыз. Егер еттеріңіз майсыз болса, кішкене құйрық май немесе кәдімгі есі жоқ сұйық май қосып жіберсеңіздер болады. Дәміне қарай қара бұрыш және тұзымызды салатын боламыз. Мен аздап сұйық май қосып жібердім. Жақсылап араластырамыз. Салмамыз осымен дайын. Енді қамырымызды алып, жаюға ыңғайлы етіп, екіге бөліп алдым. Бір қамырымызды пакетке қайта салып қоямыз, қайысып қалмау үшін. Қамырымыздың үстіне ұн себе отырып, жақсылап жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Міне осындай жұқалықта болады және үлкендеу етіп кесіп шығасыздар. Менде размері 15-18 сантиметрдей болып шықты. Арасына енді салмасын саламыз, өте аз мөлшерде саламыз және осылай қасықпенен жайып шығатын боламыз. Бұл ходжелі мантының ең бір ерекшелігі осындай үлкен қылып кесіп, арасына өте жұқа қылып салмасын саламыз және осылай конверт форма жасап, екі шетін қысып шығамыз. Барлығын солай түйіп алдым. Суларыңызды осы уақытта қайнатып қойыңыздар. Листімізді алып, бір-бірінің үстіне қойып, май жағып, барлығын қойып шығамыз. Ешқандай да жабыспайды және толықтай пісіп шығады. Барлығы дайын болды. Қайнап тұрған суға қоямыз, 45 минутта пісіріп алатын боламыз. Осы аралықта енді мен соусын дайындадым. Табамызға май құйып, пиязымызды турап алдым және сәбізімізді үккіштен өткізіп, аздап томат пастасын қосып, кішкене ғана су қосып жібердім және аскөктен сеуіп қойдым. Енді бетіне жағатын помадкасын дайындаймыз. Ол үшін аздап сұйық майымызға осылай паприка немесе ащыны ұнатсаңыздар, кәдімгі қызыл ащы бұрыш пайдалансаңыздар болады. Осылай жақсылап араластырамыз. Міне тағамыз пісіп шықты. Толықтай өте жұқа, арасы да жабысқан жоқ. Керемет болып пісіп шықты. Енді бетіне помадкасын жағамыз. Тағамызға одан сайын керемет дәм беретін болады. Ортасына енді алдын ала дайындап қойған подливамды құйып алдым. Осымен тағамыз дайын. Өздеріңіз көріп тұрғандай өте керемет. Қамыр деген жұп-жұқа, өте нәзік болып шықты. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Сіздерге де ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер және өз нәтижелеріңізбен бөлісіп отырыңыздар.
қазақша контенттің дамуына әрбіріңіз үлесіңізді қосып, каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Және мені қай қаладан қарап отырсыз, төменге жаза кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.